Сәлеметсіңдер ме екінші сынып оқушылары? Бүгінгі видеода 50-ші сабақты түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Біздің жобамыз дейді. Сипаттау мәтіні қалай құрастырылады? Сипаттау кезінде заттың немесе нәрсенің барлық белгілерін тізіп, түгендеп жатудың қажеті жоқ. Оның мінез-құлқы мен атқаратын қызметіне мән беру керек. Саны мен сапасы, айрықша қасиеті, пайдасы да ескеріледі. Сипаттап отырған затыңа немесе нәрсеге өз пікіріңді ойдан алған әсерің мен сезіміңді білдіресің. Сондай-ақ ол заттың адамға пайдалы немесе пайдасыз екенін көрсетуді ұмытпа. Жұмбақ сипаттауға құрылған шағын әдеби шығарма. Түйе туралы жұмбақтарда оның негізгі белгілері қалай сипатталатынына назар аудар дейді. Яғни түйе жайында жұмбақтарды оқитын боламыз. Бірінші жұмбақ: түйенің сыртқы бейнесі. Кезекті бір жануар, үстінде екі тауы бар. Бұл не? Яғни бұл түйе, үстінде екі тауы бар деп түйені сипаттап тұр. Екінші: түйеге ғана тән қимыл қозғалыс. Маң-маң басқан, төрт аяғын тең басқан. Бұл қай жануар? Яғни бұл түйеге тән қасиет, қимыл қозғалыс, яғни төрт аяғын тең басқан деп түйені сипаттап тұр екен. Үшінші: түйеге ғана тән дауыс, үн. Дауысы қоңыр, үні мұң, тесіп қойған мұрнын. Яғни бұл да түйеге қатысты. Келесі төртінші: бұл не қылған ер еді, қандай мықты жүрегі. Бір ұрттам су татпастан 1000 шақырым жүреді. Яғни түйенің ерекше белгісі ол шөлге шыдамды жануар, яғни ол бірнеше уақыт су ішпей күн көре алатын жалғыз ғана жануар екен. Келесі: қалай ойлайсың дейді жұмбақ мәтіннің қай түріне жатады? Жұмбақ бұл бізде сипаттау мәтініне жатады. Себебі белгілі бір жасырып тұрған затымызды немесе жануарымызды сипаттап тұрған мәтінді жұмбақты, яғни біз сипаттау мәтініне жатқызамыз. Келесі: өзіңе ұнаған жануармен осындай тапсырма құрастырып көр дейді. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңның алдында қорға және бағала. Яғни осылай белгілі бір жануарды алып, сол жануар жайында жұмбақтар жазсақ болады екен. Оқушылар, келесі: менің туған өлкем дейді. Бұл жерде лепті сөйлем дейді. Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай берілетін түрлерін ажыратуды, сөйлем түрлеріне сәйкес тыныс белгілерін қоюды, сөйлемдегі сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы табуды үйренемін. Лепті сөйлем. Яғни бұл бізде ары қарай 51-ші сабақта түсіндірілетін болады. Осымен оқушылар, бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.